Сәлеметсіздер балалар, сабаққа қош келдіңдер. Лейзер 6 сыныптың 4 модульдің 52 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Жалпы сабақты бастамастан бұрын ең алдымен менің каналыма тіркелеміз, подписацияны басамыз және де сабақты 10-15 минут уақыттарында бөліп, соңына дейін қараймыз, тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Project Writing and Interview Dialogue. Мұнда бізде проект жасауымыз қажет екен. Яғни бұнда интервью жазамыз немесе диалог. Exercise 1. Read this interview with a famous director and write a word, number or short phrase in each gap to complete the fact file. Бізге мына берілген интервьюді оқу қажет, танымал директордың интервьюі екен. Және де мұнда қажетті сөздерді жазуымыз қажет. Ол жерден мына ақпараттан алады екенбіз. Интервью Стивен Спил дейді. Стивен Спилмен интервью. The successful film director Steven Spiel answers our questions. Успешный фильм директоры Стивен Спил сұрақтарға жауап береді. When did you become a director? Сіз қашан директор болдыңыз дейді. I made my first film when I was 23 years old. Қашан сіз директор болдыңыз дейді. Мен өзім ең алғаш рет дейді 23 жасымда директор болдым дейді. Яғни сол уақытта директор болып кино түсірген. Where do you live? Сіз қайда тұрасыз? In Los Angeles, in the USA. Лос-Анджелесте, ақш-та. Why do you live there? Сіз онда неге тұрасыз? Because that's where Hollywood is. That's where you get money to make films. Дейді. Мұнда Голливуд дейді. You get money to make films. Сен фильм жасау үшін ақша аласың дейді. Who's your favorite director? Сіздің ең танымал директорыңыз кім? That's very difficult question. I like lots of directors. Maybe Luke Besson. His films are fantastic. Бұл сұрақ өте қиын сұрақ дейді. Мен барлық директорларды ұнатамын дейді. Бәлкім Люк Бессон шығар дейді. Оның кинолары өте күшті дейді. What's your favorite film? Сіздің сүйікті фильміңіз қандай? That's easy. Ол оңай. It's Star Wars. Ол Star Wars екен. I really love that film. Мен сол фильмді ұнатамын. When are you making your next film? Сіз келесі фильмді қашан бастайсыз дейді. We're starting on Monday. Дүйсенбі күні бастаймыз. Great, what's it's called? Оның аты қандай дейді? Run and Hide. It's an action movie дейді. Run and Hide, жүгір және жасырын, ол өте сондай қызықты фильм. Ол экшн фантастикалық фильм. Who's starring in it? Онда кім ойнайды? Lindsay Beckham. She's a fantastic actress. I'm really happy she's in the film. Where are you filming the action scenes? In lots of different қай жерлерде болады қойылымдар дейді. In lots of different places, әртүрлі жерлерде. One scene in a forest, бір сценасы орманда. Another scenes on a mountain, бір сценасы тауда. Another on a beach, және де жағажайда болады. It sounds good. Ол жақсы естіледі. When is the film coming to the cinemas? Ол кинотеатрларға қашан шығады? In about a year. Бір жыл шамасында кинотеатрға шығады дейді. Енді бізге мынаны толтыруымыз қажет. Job, жұмысы директор, made first film at age 23, және 23 жасында алғаш рет фильм жасаған. Үйі Лос-Анджелес, ақш-та. Reason for living there, не себепті онда тұрады? Because that's where Hollywood is, that's where you get money to make films. Favorite director Luke Besson. Favorite film Star Wars. Starting film, next film Monday. Name of film Run and Hide. Type of film action movie. Star Wars film Lindsay Beckham. Film in cinemas in about a year. Мұнда берілген ақпараттың барлығын мына жерлерден алып, мына жерге толтырып қойдым. Осы жерден ақпаратты толтырып алсаңдар болады. Exercise 2. Екінші тапсырма. You are going to write an interview with a famous actor or director for a magazine or website. First, decide who are you going to interview. Complete the information. Use your imaginary if necessary. Сен танымал актер немесе режиссермен сұхбат жаз дейді.
сөйтіп оны журналға немесе веб-сайтқа арналған болу керек. Ең алдымен кіммен сұхбат жасайтыныңды шешіп ал, одан кейін мына берілген ақпараттар толтыр және де өзіңнің ойыңнан құрастыр дейді, өз қиялыңмен жаса дейді. Мысалға алатын болсақ, мен мұнда толтырдым. Мысал ретінде жасадым. Name Айжан Мұратова, job actress, made first film at age 20, home Almaty, Kazakhstan, reason for living there, my family lives here and many films are made here. Аты Айжан Мұратова, мамандығы актриса, алғашқы фильмін жасаған жасы 20 жаста, туған жері Алматы, Қазақстан. Не себепті сол жерде тұрады? Өйткені отбасы осында тұрады және де бұл жерде ол фильм түсіреді екен. Exercise 3. Complete the planner A on page 125. 125 беттегі кестені планерді толтыр деген екен. Келесі exercise 4. Write your interview. Use the ideas in your planner. Find a picture of the famous person you interviewed and stick is next to interview. Мұнда жалпы бізге интервью жаз деген екен. Мысал ретінде мен жаздым. Сендер өздерің ойларынан құрастырып жазасыңдар, иә? Interview Айжан Мұратова. Interview. When did you become an actress? I made my first film when I was 20 years old. Where do you live? I live in Almaty, Kazakhstan. Why do you live there? Because my family lives here and many films are made in Almaty. Who's your favorite director? I really like Timur Bekmambetov. His films are very creative and inspiring. What's your favorite film? I love the film Nomads. It's a great story about Kazakhstan. When are you making your next film? I will start filming next spring. Great. What's it called? It's called Step Dreams. Who is starring in it? I'm starring it in alongside some very talented local actors. Where are you filming the action scenes? We'll be filming in different locations around Kazakhstan, including the steppes and the mountains. When is the film coming to the cinemas? It should be released next year. Енді аудармасын оқып берейін. Айжан Мұратоваға сұхбат. Қашан актриса болдыңыз? Мен алғашқы фильмімді 20 жасымда түсірдім. Қайда тұрасыз? Мен Алматыда, Қазақстанда тұрамын. Неге дәл сол жерде тұрасыз? Себебі отбасым осында тұрады және Алматыда көп фильм түсіріледі. Сүйікті режиссеріңіз кім? Тимур Бекмамбетовты өте қатты ұнатамын. Оның фильмдері өте шығармашылыққа бай және де ол шабыттандырады. Сүйікті фильміңіз қандай? Көшпенділер фильмін өте қатты жақсы көремін. Ол Қазақстан туралы тамаша оқиғаны білдіретін фильм. Келесі фильмді қашан түсіресіз? Келесі көктемде түсіруді бастаймын. Керемет, фильміңіздің атауы қандай? Ол Дала армандары деп аталады. Фильмде кімдер ойнайды? Мен ішінде бірнеше талантты жергілікті актерлер ойнайды. Қай жерде экшн көріністерін түсіресіздер? Біз Қазақстанның әртүрлі жерлерінде, оның ішінде далада және тауларда түсіреміз. Фильм кинотеатрларға қашан шығады? Келесі жылы шығады деп жоспарлап отырмыз деген интервью құрастырдым. Енді сендер оны өздерің өзгертіп құрастырасыңдар, иә? Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.